Сондай-ақ бұлтартпас дәлелдердің қатарында адамзаттың пайғамбарларға мұқтаждығы мәселесінде адамның жүйедегі қажеттілігі бар. Бұл оның өмірдегі мінез-құлқын реттейтін нәрсе. Адамдар арасында қарым-қатынасты ретке келтіріп, барлық адамдар адамның әрекетке және әрекеттерге итермелейтін өмірлік энергиясы бар екенін көреді. Дәлірек айтсақ, белгілі бір мінез-құлыққа бұл өмірлік қуат Алла тағаланың пендеге қойған және органикалық қажеттіліктер болып табылатынына қарамастан, уақытында қанағаттандырылуы қажет қажеттіліктерді білдіреді. Мысалы, тамақ пен сусынға, жылуға және тағы басқалары. Немесе өзін-өзі сақтау, немесе ғибадат түрін жалғастыру инстинкті ретінде адамның өмірлік энергиясы деп атауға болатын бұл қажеттіліктер адамды оларды қанағаттандыру үшін әрекеттерді орындауға итермелейді. Өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтылу барысында адам өзіне қажет нәрселердің көпшілігі басқа адамдардың қолында екенін көреді. Сондықтан адам басқалары арқылы өзінің кейбір қажеттіліктерін қанағаттандырады. Ол оның орнына басқалардың кейбір қажеттіліктерін қанағаттандырады. Осы жерден адамдар мен қоғам арасындағы қарым-қатынастар пайда болады. Жоғарыда айтылғандардың барлығы осы қажеттіліктерді қанағаттандыруды ретке келтіретін жүйенің қажеттілігі туралы айтады. Осылайша қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынасты ретке келтіреді. Өйткені қарым-қатынастар мәні бойынша адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайда болды. Сондықтан адамдар өз ортасына жалпы заңдардың бар екендігі туралы дауланбайды. Ол канондар жүйесі болсын және басқа сол сияқты. Оны қалағаныңызша атаңыз. Мұның басты мақсаты адам мінез-құлқын ретке келтіру. Сол сияқты бұл адамның өзімен қарым-қатынасы ма, этика немесе мораль деп аталатын нәрсе ме, әлде басқа адамдармен қарым-қатынасы ма, әлеуметтік нормалар деп аталатын нәрсе ме, әлде адамның өз жаратушысымен қарым-қатынасы ма, farқы жоқ. Бұл жерде адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды ретке келтіретін және қоғамдағы осы қажеттілігіне байланысты туындайтын қатынастарды реттейтін заңды немесе жүйені қайдан алуға болады деген сұрақ туындайды. Екі ғана нұсқа бар. Не жүйе адамның өзінен, не жоғарғы жаратушыдан келеді. Басқаша айтқанда бізде екі ғана нұсқа бар. Немесе адамдардың өзі ойлап тапқан заңдармен басқарылатын қазіргі кезде өмір сүріп жатқан қоғамдардың көпшілігінде, дәлірек айтқанда барлық қоғамдардағыдай адамның өзі орнатқан жүйе, немесе жоғарғы жаратушыдан келетін жүйе. Осы екі жүйе түрінің қайсысы адамға қолайлы және пайдалы?